Екінші тарау. Пенде шіркінге індетпен қадет туада емес, жүреді жолдас болады екен. Сол жолдасына жеткенше сан жығылып, сан туралап, саусағымен емес-ау, маңдайымен жер тіреп түрегелетіндер шығады. Жығылып жатса да, қайта бас көтеріп тұрса да, тозғанымен, қызығымен де, қылығымен де түлкі бұланға басатын қу дүниеге телміреді-ау кеп. Қу жалғанның омырауы ақ болып тартылып кетсе де, соған тұмсығын тығып алып сорғысы келетінін қайтерсің. Қаншалық сорса да мауқыған бас дүние қызығына дәніккен пенде жұмыр майланған сайын тағы да бір тамаша тірлік жолын аңсап, қиянға түбінде өзі омақасар қияға жетіп, жан үзгенше үмішектенеді-ау. Құлайтын құздардың кемеріне табан тіреп тұрса да, қайран жарық дүние-ай, қызығыңа тойдырмай артта қалып барасың-ау, шіркін, қайта ораларға амал табылмас па екен, деп аһ ұрады, егіледі, қабырғасы сөгіледі-ай, қасірет құсады. Сөйтіп түлкі бұлаң ит ыржың дүние сан бұлтағына басып, бейбақ пендесінің алдына жақсылық пен жамандықты көлденең тартады. Осыдан барып, адам екеш адамға ендігі жерде не қилы пасық қылықтарды да бағыштап жатады. Сол қылық қадеттер сүйекке қайнасып бітіп, жер бесікке бірге кіреді. Бірақ жақсылық пен жауыздық онымен таусылар ма? Бүгін таң шеті ақ селеу тарта атқа мінген сайыптың ақыл есіне осы ойлар кетпей-ақ қойды. Біресе қорланады, біресе қожа болғысы келеді. Десе де пенде болып жаралғанына іштей өкінеді. Мынадай өмірге зар-зар көп заманға дөп келгеніне ашынады. 30-ға әлі іліне қоймаған адам пендесі мен жан-жануарға жауыздық істегенді қойып, көк шөпті жүруді кінә санайтын оның санасына мына заман жауыздықтың сәулесін түсіргені бар. Кейде осыны еске алғанда іштей қатты күйзеліп кететін. Иә, ол алдыңғы жылдың, ұлу жылдың ақырған ақпан айы еді-ау. Тыныш жатқан елді Көктоғайдың әкімі шығып, бидайдай қуырған. Ел басыларын бір-бірлеп ұстап, көзін жоғалтуға сұқтанған. Сарноғай есімді бір тайни Халел Тайжының ауылынан келіп, бейуаз пендеге қанды шеңгелін салмақ болғанда, әлгі жендетті қанға бөктірген осы сайып еді. Сонан кейін бір қанша күндері ыңғай қан уыстап түс көретінді шығарды. Сол бір тайнидің қанын шашқан соң, қаны сыртына теуіп тұратын сұлу дидары сұрланып, түсі суық тартып кеткен. Кей күндері төсегінен айғайлап тұратынды шығарған. Кеудесін кек семсері кернеген ұлына, құлыным-ау, осы үкіметке біз не қылдық? Қазіргі мына билік ұстап отырғандар жыртқыш сияқты екен. Әкеңді алғашында абайсызда ұстамақ болды. Дастархан үстінде тарпа бас салып бірнешеуі байламақ болғанда, әкең қарсылық көрсетіп еді, көп адам қойсын ба, ұрып-жығып есеңгіретіп байлап әкетті. Амал қанша, сонда араға түсер бірде-бір еркек кіндікті шықпады ғой. Жетесіз жеті ұл тапқаннан жетелі бір ұл тапқан артық екен ғой. Әкеге тартып ұл туса игі, әке жолын қуса игі деген сөз қандай текті еді. Былтыр әкеңе қосып ағаң рахатты да ұстап кетті. Осы алдауға түсірген әлгі қара тажал ғой. Жігіт болып туған екенсің, әкеңнің жолын жоқтамай, енді кімнің жоғын жоқтайсың? Деген ашулы шеше сөзі есіне түсті. Сол сөзді міне іштей салмақтап келеді, саралап келеді. Осынау кең жаһаннан жем теріп жеп, жанын баққан бейуаз құс сияқты сайыптың санасына жауды аяған жаралы, әке кегі, ел кегі бәрінен де қымбат деген бір ұғым ерліктің туысы бетті жаншылған. Әлгі ұғымды бұраңымен бұлтағы көп бұлыңғыр заманда көтерілістің туғадар шыңы деп ішіне түйген. Ол осылайша қар басқан далада жападан жалғыз ой соқты болып жүргеніне апта болды. Жолға қарап қаншалық сарылса да, Дихуа жаққа сапар шеккен ағасы Қабидың қарасы көрінгенді қойып хабар-ошар да келмеді. Осылайша ой меңдетіп, торығып қалған ол ат басын ауылына таман бұрды. Таяудан бері суық күшейіп, жорға бұрқасын жолаушылар мен өріс малының жолын кесіп тастаған.
Бірақ сайыптың астындағы тоқпақ жалды торы айғыр бұрқыраған боз қырауға булығып, қатты пысқырынғанымен ауыздығын қарш-қарш басып, алшаң аяңмен үдіре тартып келе жатқан сайын сары терегі самсыған өзен аңғарының ауылға бұрылар шынтақшасына таянғанда күн сұлу да көз ұшындағы көгілдір таудың қаңсарына маңдайын тіреп, судыраған торғын шымылдығына еніп бара жатқан ару іспетті көзден тасалана берген. Қас кірпігіне мұз қатқан сайып, батып бара жатқан күннің жалынды шапағы қырынан түскен байтақ далаға көз тастады. Қыстың ақшулан мұнарты шөккен даладағы адырлар мен жон-жоталар күн нұрымен ақтық қоштасқандай тұңғиық түн құшағына сүңгіп көзден тасалана бастағанды. Осынау қыстың қаһарлы аязы қысқан кең далаға туған жеріне мұңая телміреп қалған сайып, дүние шіркін, уысыңдағы күнмен түнде өзекті пенденің басындағы өлім мен өмір сияқты итжығыс түсіп, кезектесіп алмасып жатады екенсің ғой. Бірін-бірі жалмап, бірін-бірі тонап, біріне-бірі зауал бағышлаған алмағайып сұм дүние ең соңында бәрін жұтып тынасың-ау деп іштей күңіренді. Жан сарайы құлазып, қайғысыз мұңсыз пенденің басына төнер зауалды бір құдірет білдіріп аян беріп тұрғандай. Ойы он саққа кетіп, іштей аңырып келе жатқанда, алдынан ойдың ор түлкісі сылаң етіп шыға келді. Алдыңғы жақ алаңқы ашық дала еді. Егер ол тақымын қысса, торайғыр бір кезеңді асырмай-ақ белден басатын. Мынадай зауал шақта бейкүнә мақұлықты қандатқысы келмеді. Қасат қарда жұмсақ табанымен басып, жан-жағына жалтақтаған түлкіге қарап тұрды да, бұл дүниеде сен сияқты бұлаңдаған қу тері қызыл түлкі ғой. Қайтейін сені байлап, деді іштей күбірлеп. Ол ауылдың шетіндегі шұбырған малдың ізімен үйінің сыртындағы шөп шарбаққа келіп аттан түсті. Мал қоралап жүрген бір жігіт атын ұстап абаға апарып байлады. Ол үйіне кірген соң маңдайы мен құлағына мұз қатқан тымағын сілкіп-сілкіп қабырға шегеге ілді де төгілмелі үлкен ішігін төр жақтағы жүктің үстіне қойды. Үлкен ат мешке арқасын сүйеп сұлық отырған шешесі: «Шам жақсайшы, қараңғы болып кетті ғой», деді сабырлы да салқын әуенмен. Меш алдында жарықта май шамға білте есіп отырған сайыптың қара торы қимабел келіншегі енесіне бұрылып: «Апа, міне дайын болды, қазір», деді де сынық шынның түбіне қой майын құйып, үш басты білтені қондыра салды. Күн ұзақ далада жүрген сайып үйге шаршап келіп еді. Немересін құшақтап қар-қарадай болып отырған шешесін, сылаң қағып шай дайындаған келіншегін көріп, көңілі бұлты ашылғандай жадырап қалды. Босаға жақта үн-түнсіз тікесінендік тұрған бірнеше боз баланы сайып шам жаққан соң көрді де: «Әй жігіттер, андағыларың қай тұрыс? Бер келіңдер, төрлетіңдер», деді. Оның аңқылдаған ашық дауысы шығысымен шешесі Ханипа да ұмтыла есік жаққа қарады. Бір ғана назар Қарақастың азғантай ауылы мен ара ағайындардың берекесі үшін емес, мұқым абақ керейдің ат байлар қара шаңырағында отырған бәйбіше үй үшін бір шолып өтті. «Сайыптың қасына отырыңдар, жоғары келіңдер», деп өзі де төрге таман сырыла отырды. Ханипа текті ауылдың қызы, текті ауылдың келіні болғандықтан ба, әйтеу қолы ашық, пейілі кең, ауыл аймақты берекеге күргейлеп жүретін. Бұл күндері дән азайғаннан емес, отбасының бағы тайып бара жатқанына жалғыз отырып егілетін. Үй ішінде қызығы қоңылтақсып қалған тірлікке кәрі көңілі құлазып жүретін. Бүгін шақыртпай ақ сайыптың маңына үймелеген бозбалаларды көріп көңілі бір толып қалған. Әр халықтың өз дәстүрі, өз салты өзіне қызық, өзіне қастерлі болмақ. Сол салттың саясында қызықтап, думандатып отыратыны болады. Бұрын заман тыныш, ел іргесі бүтін, отбасы толық кезде атағы шыққан Тәйжі Халелдің ғана жанұясы емес,
дүйім қауым қыстың ұзақ сары таңын осы шаңырақта дырдумен өткізетін. Сол бір күндерді сағынып, сарғайып жүрген Қанипа кейде өзін кәрі терекке қонақтап қалған ақбас күшігенге ұқсатып іштей күйзеліп күрсінетін. Өзінің жаны қажып, кейілгілерге түк таба алмай іш құса болып жүрген Сайып та шешесінің іш күйін түсінетін. Бүгін жігіт желеңді жинап, шешесінің де, өзінің де көңілін көтергісі келген ол шайды іше отырып, «Тәте», деді шешесіне бұрылып, «мына жігіттердің көңіл көтергісі келіп отырған түрі бар, қайтсек болар екен». «Қайткен несі? Өлең мен жыр, қызық думан таусылған ба? Біреудің кісісі өліп жылап жатса, енді біреудің келіні босанып қуанып жатады. Қалалымен рахат кетсе де, қызық думан кетпеген шығар. Өлең айтыңдар, сары таңға жамбас ата шыдар емес», деп әмірлі үнмен нықтап сөйледі. Қалелдің қара шаңырағы қаралы болғалы жастар жағы сиреп келетін. Бүгін тынып тұрған қысқы ауаны ән әуені бұзған соң Қалелдің іргесіндегі отырғандардың көбі жиналды. Осы ауылда Қалелдің құрдасымын деп жүретін Көжебай деген қария болушы еді. Өлең енді қыза бергенде жетті алқынып, қашанда көпіре сөйлеп, қара көже сияқты бұрқ-сарқ қайнайтын қадеті болушы еді. Әңгімені ортадан киіп әкетті. «Бәйбіше, осы оң жақ көзім кешеден бері жыртыңдап тартқанды шығарды. Байқайым, бір жақсы хабар келер ме екен?» «Немене, өзіңде бір жақсылық нышанның лебін байқамадың ба? Қалай? Құлағыма сызылып ән келген соң жеттім ғой. Тесік өкпемді қолыма ұстап. Өзің білесің, көжекеңді бір бақсылық жын болмаса да бір кісілік ән бар еді-ау. Құрып қалғыр мына заман ғой, әнді зарға айналдырған», деді көпісінің жемтірленген жең ұшын ішіне жымырып жатып. Қанипа оның көз тартқан әңгімесін естігелі қашан. Оң көз тартатын әдетке деген сенімі де таусылған еді. Оны елемегендей, «Жақсылыққа тартса болды ғой», дей салды. Бұл ауылдың адамдарына Ақыт қажының ықпалы күшті еді. Көбі ол кісіден тағылым алғандықтан не секілді ұзақ сонар қисаларды жатқа соғатын қисагерлер көп болатын. Қанипа ендігі кезекте темір таяқты айтқызып бола бергенде шеткі ауылдан бір хабаршы жетті. Шүйіншілеп, «Қаби ағай келе жатыр». Үй толы адам бұзылған сеңдей ырғалып қопақтасып қалды. «Бәсе, айттым ғой, көжекеңнің көзі текке тартпайды», деп Көжебай көтеріле түсіп бәйбішеге жымия қарады. Сайып бастаған топ сыртқа шыққанда қарсы беттегі қасқа жолмен бері қарай келе жатқан қараң-құраң көрінді. Сайып ай сәулесінде оларды анық көрді. Хабар естігенше жүрегі тулап сала берді. Құшақтаса амандасып болған соң Қабила тайжының үйіне кірді. Алыстағы сапардан шаршап шалдығып келген үшеуімен үлкендер төс соғыстырып амандасты. Қанипа қам көңіл жан ғой, ол бар үмітін осы Қабиға арқалатып Дихуаға жіберген. Іштей есептеп, бармақ санап талай таңды сарылумен атырған. Қабидің жолына қарай көзі талған. Үміт артқан Қабия амандықтан соң ләм-мим деп ауыз ашпады. Екі құлағын қайшылап құла шайды тартумен болды. Екінші шәугімдегі шайда орталады. Әлі үн жоқ. Әуелдесең оң жақ шынтағын тізесіне қойып алып, өліп өшіп ұрттап жатыр ыстық шайды. Олар ауыз ашпаған соң Қанипа жастарды қайтарып жіберді. Тағы үн жоқ. Қанипа оған көзінің қырымен қарап еді. Қабидің жалт-жұлт етіп ұшқын атып тұратын отты көзі майы таусылған шам сияқты үлеусіреңкіреп, ажары сыныңқы, иығы түсіңкі көрінді. Қанипа осыны ойлап отырғанда, «Апырау, кенезелерің неғып кеуіп қалған өзі? Тіпті өлуге таяған түрлерің бар екен», деді сабыры кеткен Көжебай. Қаби жырта қарыс маңдайындағы тепшіген терді алақанымен сыпырып тастады да кеудесін керіп шалқақ отырды. Аздан кейін, Көжек-ау, ас қадірін ашаршылықта, ер қадірін жаугершілікте біледі ғой адамдар.
Ыстық су ішпегелі 3-ші күн бүгін, деді. Қарлыққан даусы жарық-шанықтанып шықты. Қанталап, бұлшық байланған көзін бұл кезек үйдегілерге жағалата қыдыртты. Көжебай кейде өз ерлігін мақтан тұтып, шалқып сөйлеп кетуші еді. Сол құдіреті қозды білем. Кәкешке бұрылып, ойбой, жігітім-ау, 3 күн ыстық су ішпеу не тұрады? Өзіміздің әлгі 4 дүнген төңкерісінде айлап бел шешпей, ыстық су ішпей өткізген күндеріміз бар. Сауыр мен Сайқанды, Алтай мен Қалқаны жортып, жылқы қуып, қыз алып қашқан қайран семсер күндеріміз айдеші, деп әңгімені басқа жаққа ала қашып барып тоқтады. Ендігі әңгімені Қабидың өзі қозғады. Ол ұзақ сөйледі. Қалай барып, не көргендерін, қалай қайтқандарын ертегідей туындатты. Айналып келгенде сөзінің сарыққан жері мынау болды. Алғаш барғанда олармен кездескен адамдардың түсі жылы болыпты. Тарту таралғыларды күле сөйлеп қабылдапты. Туыстарың Дубанмен бірге кеңесте жатыр. Сәлемдемелеріңізді Дубан жылы шыраймен қабылдады. Әсіресе аң терілерін сылап-сипап, алтын күмістерді салмақтап тұрып алды. Ол кісі дүниеге зар емес қой, алғаны жақсы, алмақтың да салмағы бар дегендей бір жақсылық істер депті. Кейін келе қалай болған боқтары бұзыла қалыпты. Оның себебі елден естулерінше былай екен. Көктоғайда Оспан, Шіңгілде Сұлубай, Сарсүмбеде Арыстанбек сияқтылар шығыпты. Сондықтан өздері Көктоғайдағы сақшының рұқсатынсыз бұл жаққа қалайша келесіңдер. Қалел, Рахат, Есімхандар райынан қайтпай жатыр. Алтай қашан тынышталса, біз оларды сонда ғана босатамыз. Оған дейін тоза тұрыңдар. Беталды жүрістеріңе тиым салынады деп бақылау астында алады. Сонан күзетшіні өлтіріп, қамаудан қашып жеткен түрлері осы екен. Көжебай: ой, әттегес-ай, тіпті тайжы жатқан абақтының іргесіне барып тіл ала алмай қайтқандарың жаман болған екен. Өзіміз кезінде күйеуінің қойында жатқан келіншектерді суырып әкетуші едік. Қайран жас дәурен деп, ескеуілдеп соққан борандай гүріл байқатып еді. Қанипа ендігі жерде олардың сөзіне араласқысы келмей, екі иіннен қара тас басқандай күйзеліп, қатты күрсінді де тіс шармай теріс қарап жатып қалды. Бүйткенше келмей-ақ қойғандарың жөн екен. Мына сөздеріңе қарағанда тағы бір тықыр бар болды ғой. Өлмес жағын ойластырайық, деді де қайта орнынан тұрды. Қабилардың лаңы Дихуадағы қат-қабат әскерлермен сақшылар қорғаған Шыңғысай тобының ғана құйқасын шымырлатып тынбады. Сарсүмбе мен Көктоғайдағы бөлімшенің де мүйізін қатты сырқыратты. Дихуадағы ұсақ-түйек төбелес, жаңжал, даушар Шыңғысайдың құлағына шіркейдің ызыңындай да сезілмеуші еді. Ал Қаби тудырған сойқанды естігенде ызадан жарылып кете жаздаған. Ол оймақтай етіп танауының астына қойған қара мұртын жұп-жұқа ақ қолғап киген саусағымен жатқыза сипады да қызмет бөлмесінде жападан жалғыз сенделіп көп жүрді. Біресе сағатына қарайды, біресе әлденелерді айтып күбірлейді. Қалай екен, қанын ішіне тартып тістенеді. Әлде біреуді тосқауылдағандай әлсін-әлі сыртқа құлақ түреді. Арада көп етпей түнгі кеңеске қатынасатын үкімет басындағы әскери қосындағы шенділер кеңес бөлмесіне жинала бастады. Дубан келді деген хабар жетісімен олар әскери шендермен жаға түймелерін жөндеп, тамақтарын кенеп, орындарынан тік тұрысты. Кейбірі шаштарын таранып, Дубан көзіне мұнтаздай көрінуге тырысты. Дубан жапониялықтардың мәдениетіне еліктеп таза киініп, өзін қатаң ұстайтын. Оны көрген үлкен кішілер ағысып, қоғадай жапырлатын. Ол табалдырықтан аттай бере, әлгі шенділер қол-аяқтарын сарт-сұрт еткізіп, әскери закон бойынша сәлем берді. Бірақ түсін суыққа салған Дубан оларға ешқандай ишарат көрсетпей, тақтайлы еденді тарс-тұрс басып төрге қарай аяңдады. Дубанның қасындағы әскерше киінген Бикеш оның иығынан жамылған құндыз жағалы пальтосын алып, төрдегі киім шкабының ішіне елді.
Онан соң қолтықтап әкеп жұмсақ сафаға отырғызды да ақ шөңкеге шай құйып алдына қойды. Тобан жайланып отырған соң әліге дейін тік тұрған шенділерге отырыңдар дегендей самарқау басын изеді. Тобан кең иығын олай-бұлай қозғап отырғандарды бір шолып өтті. Түксиген қабағын ашпастан өлке жағдайын, қауіп-қатердің төніп тұрғанын ұзақ баяндады. Онан соң қан жылым шайды аузын толтыра ұрттап, сылқ еткізіп жұтты да бір сәт үнсіз сұлық отырып қалды. Ал кеңеске келгендердің көбі дауыл тұрар алдында дүние ғалам бейжай болып бір түрлі тұңғиық сәтке ауысатыны сияқты, Тобан қол астындағылардың сазайын тарттырарда осылай сазарып отырып алатынын түсінетін. Олар да бүгін бір тықырдың барлығын сезіп, іштей тынып отырғанды. Тобан көзін сығырайтып барлығын көз тарасынан өткізді де: «Таяуда ғана үйлеріңнің іргесінен шыққан сойқанды білесіңдер ме?» деді. Дауысы ызғарлы да ызбарлы шықты. Мінезі шапшаң, сөзге шешен Тобанның оқыстан тастаған мына сауалына табан астында ешкім жауап қайтара алмады. Бірін-бірі шынашақтарымен нұқысып, орындарынан қозғалмай үн-түнсіз төмен қарап отыра берді. Кеңес үйін бір түрлі беймаза тыныштық кернеді. Өзінің көптен бергі сенімді серіктері тіс жармаған соң Тобан тістеніп тұрып сөз қозғады. «Дүние халының нашарлығы өлкемізге төтенше қауіп-қатер төндіріп отырғанын білесіңдер. Герман Россияны жалмап, Москваға орыстың жүрегіне қанжар салғалы тұрса, Жапон да Жүнгоны жалмағалы жайпап келе жатыр. Ал бізден де тыныштық кете бастады. Алыстағы жау аңдысып, арбасып барып, жан қолқаңа қаруын салады ғой. Онымен тіресуге болар еді. Ал мына қолтығының астындағы қолаңсаңды иіскеп жататын шоқпыт тонды шолақ шошыран қазақ бандыларын қарақшы білдіртпей арандатып жатыр». Ол маңдайын алақанымен сипап қойып шайын ұрттады. Тамағын кенеп алып даусын көтере сөйледі: «Осы сендер қандай бейғамсыңдар? Қарындарыңды сипап, қатындарыңды құшақтап, бала мысықша бір айтып ұйықтайсыңдар да жатасыңдар. Таяуда Алтайдан астыртын келген бандылар іргелеріңді қазып кете жаздады. Күзетшіні өлтіріп, қару-жарақты алып кетті. Адамның зәресін алатын осыншалық қанды оқиғаны білмедіңдер ме? Әлде біле тұрып менен жасырдыңдар ма?» Тобан орнынан тез тұрды да адымдай барып қабырғадағы ақ торғын пердені ашты. Алуан-алуан бояумен сызылған шым-шытырық картаны жіңішке таяқшасымен нұсқады. «Лю Шижаң», деді солтүстік бағыттағы қосынға қожалық етіп жүрген орта бойлы тығыршықтай қара торы жігітке тіке қарап. «Білетін шығарсың. Мынау алтынмен, асылмен бүкіл әлемнің сілекейін шұбыртқан Алтай тау сілемдері. Осынау қара шоғыр таулардың қойнауы мен тоғайы, сайы мен саласы, тіпті жоңғардың жалпақ даласы бандыларға қалай ұя болып жатқанында білетін кезің жеткен шығар». Лю орнынан ұшып тұрып, оң жақ қолын шекесіне апарды да: «Тақсыр, мәртебелі Тобан, бәрі де маған түсінікті. Бірақ осы жолғы оқиғадан бейхабармын. Қырағылықтан айырылғандығым үшін басымды кессеңіз де мақұлмын», деді әлденеге айыпты кісідей төменшіктеп. «Бастарын кесілер күн жақындап қалғанын ұғып қойыңдар. Олай болса, мына таяқтың ұшына қараңдаршы. Мынау Сартоғайдағы үлкен бекініс. Бұл Алтай районы мен Дихуа, Шонжы, Мори, Баркөл, Ара-Түрікпен тағы басқа да тұтасатын маңызды өңір. Ал осы Сартоғай маңындағы Дабысын, Нарманты, Ебі, Бәйтік, Қаптық секілді жерлерді артқы бекініс ете алсақ қана бандыларды тырп еткізбес едік», деді де таяғының ұшын Людің маңдайына таятып, 3 полк әскерді бастап, «Көктоғай, Шіңгілге шеру тартасың. Егер күш жетпей жатса, толықтауға болады». Көктоғай мен Шіңгілде тұратын әскери қолбасшыларда таяуда ел ішіне әскер шығарып, тазалау, жазалау, өкшелеп құрту сияқты қимылдармен шұғылданады.
бандыларды ат көлік, азық түліктен тарықтыру үшін зорлықты күш жұмсау керек. Ал Сарсүмбе жақтағы қазақтарда қол топтап, өкіметке қарсылық көрсетіп жатқан көрінеді. Бандылардың тұқымын құртпайынша бізге тыныштық жоқ, оқтыңдар ма? Деп алдағы шайқасты саусағымен санағандай орналастырып шықты. Дубан қанжылым шайды бір түрлі еппен ақырын жұта отырып, қауіпсіздік сақтау орынның бастығына көзінің құйрығымен қарап қойды. Қараған сайын оны жеп қоярдай сөйлейді. Буржина секілденген неме? Тартса созыласың, қоя берсе жиырыласың. Қаладағы қыбырды тышқан аңдыған мысықша қалт кетірме деп айтқаным ағып кетті ме құлағыңнан? Әуелдесе басыңды кесіп әкетсе де оянбайтын түрің бар. Қазір қалаға келушілер тектелмейтін, өкіметке қарсы лаң шектелмейтін болып барады. Алтайдағы банды қазақтардың қойған өртінің ұшқыны Құлжа қаласына да түскен түрі бар. Егер ертең бүкіл өлкеде өрт кетсе, сөндіруге осы отырғандардың шамасы келе қоям екен. Келу қайда? Алдымен сендер кетесіңдер өртке. Егер осы қаланың ішінен өрескел ахуал туылса, астыңдағы тағың емес, басыңдағы тәжіңмен бірге су түбі құрдымға кетесің. Дубанның ашулы шыққан ызақор дауысы кеңес бөлмесін емес, қысқы түннің қара тұманын жамылған Дихуа қаласын селкілдетіп жібергендей болды. Сілтідей тынған кеңес үйінің тыныштығын тағы да Дубан бұзды. Бүгін таң атқанша өлкенің жер-жеріне шұғыл бұйрық таратып, жалпы беттік тексеру, тазалау жүрілсін. Түрмедегілерді, мырза қамақтағыларды да қайтадан тексеріңдер. Бүкіл өлке жағдайынан 3 күннен соң маған мәлімет бересіңдер, деді де орнынан тұрды. Манағы әскер бикеш палтоны оның иығына жапты да қолтықтап кеңес бөлмесінен ертіп шығып кетті.